Беркенас, сен не кітап оқып отырсың? Сәлем, мен Ілияс Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасын оқып отырмын. Сен не оқуың келе ме? Жоқ, мен «Құлагер» поэмасының киносын көргенмін. Кинолары өте керемет, бірақ киноларында біраз нәрселерді алып тастаған. Ал кітапта басынан аяғына шейін кішкентай жерлеріне шейін жазылған. Міне қарашы. Ілияс Жансүгіров, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын, жазушы, публицист, қоғам қайраткері. Ол қазақ поэзиясы мен прозасында жаңа бағыттар қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Жансүгіров шығармалары көбінесе ұлттық сана, туған жерге махаббат, қазақ халқының тағдыры мен әлеуметтік мәселелерін қозғайды. «Құлагер» Ілияс Жансүгіровтың қазақ әдебиетінің шыңы саналатын трагедиялық поэмасы. Шығармада арқан атақты әнші, композитор Ақан Сері мен оның тұлпара құлагері тағдыры баяндалды. Шығарма Ақан Серінің серілік өмірі мен оның жан сері құлагердің сипаттамасынан басталады. Құлагер жай ғана жылқы емес, ақын мұдасы, досы әрі мақтанышы. Ерелі атты жерде атақты Байсағнайда асы беріледі. Бұл асқа бүкіл арқан егі жақсылар мен жүйрік аттар жиналады. Ас аясында үлкен бәйге жайралады. Бәйгеге ақанның Құлагер де қосылады. Құлагердің даңқынан қорыққан Батыраш есімді қатыгез бай өзінің Көкбайбақ атты атын бірінші келтіру үшін зұлымдыққа барады. Ол Құлагердің жолын тосып бауыздап өлтіруді жоспарлайды. Бәйге кезінде Құлагер дара шығып мәреге жақындағанда Батырастың жалдамалы адамдары тұлпарды балтамен ұрып өлтіреді. Сүйікті тұлпардың өлі денесінің үстінде Ақан Сері аһ ұрып Құлагер әнін шығарады. Бұл тек атқа жоқтау емес, заман әділетсіздігіне, іштарлық пен зұлымдыққа қарсы айтылған қарғыс пен мұң. Поэмада ескі феодалды қоғамдағы көре алмаушылық, надандық пен таланттың арасына тартыс суреттеледі. Құлагердің қазасы сұлулық пен адалдықтың жауыздыққа жеңілуінің символы. Құлагер еркіндік пен жүйріктік, ал Ақан нағыз өнер мен асқақ рухтың символы. Құлагер поэмасы қазақ рухын асқақтығы мен қасіретін қатар жырлаған, уақыт өтсе де маңызын жоғалтпайтын классикалық мұра. Егер сен ұлт рухын сезгің келсе, қазақ поэзиясының қуантығын танығын келсе, жүрекке жететін сөзді тапқын келсе, Құлагер поэмасын оқы.